Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздерменен қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгін жаңа бөлімге аяқ басамыз. Бөліміміз сүйіспеншілік пен достық деп аталады. Өтетін бірінші тақырыбымыз достық дәнегі. Оқу мақсаты: мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру, фразеологизм, мақал мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану. Бағалау критерийі: мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырады, фразеологизм, мақал мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолданады. Тақырып аясында проблемалық сұрақтар құрастыруда фразеологизмдерді еркін қолданады. Фразеологизмдерді қатыстырып, тақырыпты шынайы өмірмен байланыстыратын проблемалық сұрақтар құрастырады. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Достық дәнегі. Әр адам дүниеге келгеннен кейін, ес білгеннен ақ жан дүниесін түсініп, сырын, мұң шерін тарқататын, қуанышы мен қайғысын бөлісетін дос іздейді. Қандай да бір қиындыққа тап болсаң, оны досыңмен бөлісіп, оның ақылын тыңдап, шешім таба аласың. Менің ойымша, жақсы да адал дос болу үшін ең алдымен адамды тыңдай білу, ақыл бере білу қабілеті жоғары болуы тиіс. Достық ең алдымен адамдардың бір-біріне деген сенімінен басталады. Сенім артқан сайын достықта беки түседі. Бір-біріне сенімі жоқ, дегенмен өздерін дос санайтындар да бар. Ол жалған достық. Бірде бар, бірде жоқ. Достық туралы нақты ой айтқан философ Шопенгауэр өзінің өмірлік данышпандықтың афоризмдері деген еңбегінде нағыз шынайы достық адамдардың бір-бірімен терең, таза және де адал қарым-қатынасын қажет етеді. Бұл дегеніміз досыңыздың қайғысы мен қуанышына ортақтаса білу деген сөз. Осының бәрі адамның табиғи өзімшілдік, өркөкіректік қасиеттерін жояды деген. Халықта алтын берген дос емес, ақыл берген дос деген мақал бар. Достық баға жетпес құндылық. Массагет KZ сайтынан алған бұл мәтінде достыққа осындай анықтама беріп өткен екен. Олай болса, балалар, достық дегенді біз өзіміз қалай түсінеміз? Достыққа қандай анықтама берер едіңіздер деген сұраққа әуенді тыңдай отырып жауап берейік. Алыс сапардағы сағынышым, жамандықты жасыратын қорғанышым, жақсылықты асыратын қолдап үшін досым. Күндерді арқалап жеңіл ауыр, боласың шаттырым тұрса да ол, мен үшін болып кеткен туған бауыр досым. Жалғыздықта қалдырмайтын жан серігім, мұңайғанда тауып берер әр себебін, сырласуға маған тек сен керегі досым. Заманында өзіміздің көрдік талай, қанша рет жыртылса да кері жамай, сағынамыз сол кездерді қазір қалай досым. Жақсы балалар, енді сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Әдеби тіл нормалары, фразеологизмдер, не болмаса тұрақты сөз тіркестері. Тілімізде бірнеше сөзден құралып, бір ұғымда қолданатын, сөйлем мүшелеріне ажыратуға келмейтін, грамматикалық мағыналарын өзгертіп, тіркестегі орындарын алмастыруға болмайтын, тарихи қалыптасқан тұрақты тіркестер бар. Оларды фразеологиялық тіркестер немесе фразеологизмдер дейді. Қазіргі қазақ тілінің фразеологиясы лексикасының жеке бір саласы. Фразеологизмдердің басты белгісі олардың тұрақты, даяр қалпында қолданылуы. Мысалы, ит өлген жер, алыс жерді айтады. Тайға таңба басқандай, анық, арқаны кеңге салу, асықпау, қас пен көздің арасында, жылдам, тағы да басқа. Академик Ісмет Кеңесбаев шығарған қазақ тілінің
фразеологиялық сөздігінде ана тіліміздің осы асыл қазынасы молынан қамтылған. Енді жаттығу жұмыстарына көшейік. Жазылым тапсырмасы. Төмендегі фразеологизмдердің ішіне достық, бірлік, татулыққа қатыстыларын теріп алып, оларды қатыстырып, сөйлем құрастырып жазыңыздар. Дескриптор. Фразеологизмдердің мағынасын анықтайды. Фразеологизмдерді қатыстырып, сөйлем құрайды. Келесі жазылым тапсырмасы. Суреттер бойынша өзара ой бөлісіп, сұхбат құрастырыңыздар. Сұхбат барысында фразеологизмдерді қолданыңыздар. Достық қарым-қатынас қалай пайда болады? Нағыз дос қай кезде танылады? Қай суреттегі кейіпкерлер арасында достық пайда болады, ал қай кейіпкерлер арасында достық қарым-қатынас үзіледі деп ойлайсыздар? Дескриптор. Сұхбат құрауда фразеологизмдерді қолданады, тақырыпты шынайы өмірменен байланыстырады. Рефлексия кезеңі. Бүгінгі сабақтан не білдіңіз? Бүгінгі сабаққа дейін не білген едіңіз? Және де болашақта не білгіңіз келеді? Және сабақ барысындағы көңіл күйіңіз қандай болды? Смайликтер арқылы көрсетеміз. Үйге тапсырма. Құрамында ине, ит, көз сөздері бар фразеологизмдерді қатыстырып, 6 сөйлем құрастырып жазу. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Осымен бүгінгі біздің қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.